Microsoft Word негіздері шегіністер. Мәтініңіздегі шегіністерді реттеу үшін бізде арнайы меню бар. Ол абзац деп аталады. Соған кіріп көрейік. Бұл жерде шегіністерге бөлек орын бөлінген. Көріп отырсақ, бізде бірнеше мүмкіндік бар. Біріншісі сандық реттеулер, сол жағынан және оң жағынан қандай шегініс қалдыратынымызға арналған. Мысалы, осы мәндерді өзгертіп көрейік, және де образец, яғни үлгі бөлігінде біздің жасап жатқан әрекеттеріміз қандай өзгерістерге алып келетінін көре аламыз. Мысалы, сол жағынан шегіністерді өсіріп көрейік. Байқап отырсақ, мәтініміз белгілі бір абзацы сол жақ шетінен белгілі бір мәнге жылжып жатыр. Дәл сол сияқты оң жағынан да дәл солай жылжытуға болады. Мұндай секірісті өзгеріс не үшін болды? Өйткені біздің осы абзацтағы мәтініміз сол жаққа қарай тегістелген. Мысалы, біз қазір осы мәтінді оң жақ шетімен тегістейтін болсақ, біздің шегінісіміз оң жақ шетінен анық көрінеді, және де біздің беріп атқан сандық мәнімізге сәйкес біркелкі өзгереді. Барлығын бастапқы қалыпқа қайтарайық. Негізгі шегіністер осылай беріледі әр абзацқа. Сонымен қатар зеркальный отступы дейді, яғни бір-біріне айнадағыдай өзгеріс беретін шегіністер бар. Олар не үшін керек деген сұрақ туындайды. Бұл нәрсені біз толығырақ құжатты басып шығару кезінде талқылайтын боламыз. Әзірге бұл нәрсені кітап ретінде мәтінді басып шығару кезінде қолданылатын білсеңіз жеткілікті. Яғни кітаптың бетінде бір парақтың бірінші бетінде оң жақ шетінде шегініс болатын болса, келесі жақ шетінде дәл сондай шегініс сол жақ шетінде болады. Соны реттеу үшін керек. Енді әр абзацтың алғашқы жолын қалай көркемдейтінімізге де тоқтала аламыз. Мысалы, бірінші жолды не істесек болады? Отступ, яғни сәл оңға қарай негізгі мәтіннен сәл ішке қарай кіріп тұрады. Немесе выступ, яғни негізгі мәтіннің түзілуіне керісінше сыртқа қарай шығып тұрады. Отступты көрейік. Мына жерде сол мәнді бере аламыз. Яғни міне біздің белгілеген абзацымыз негізгі мәтіннен белгілі бір мәнге оңға қарай жылжыды, яғни ішке қарай кірді деп айтсақ болады. Дәл солай выступ мәнін таңдайтын болсақ, керісінше осы біздің абзацымыздың алғашқы жолы сыртқа қарай шығып тұрады. Біреуін қолданып көрейік. Мысалы, отступ. Көбінесе біз әр абзацтың бірінші жолын осындай сәл ішке қарай кіріп жазамыз. Байқап отырсақ, біздің бірінші абзацымызға ғана осы өзгеріс енді. Ал енді осы өзгерісті бүкіл мәтінге енгізу үшін біз бүкіл мәтінді ерекшелеп осы өзгерісті енгізе аламыз. Дәл осы әрекетті біз басқаша да жасай аламыз. Ол үшін бізге мына сызғыш, яғни линейка деген құрал көмектесетін болады. Егер бұл құрал сіздің бағдарламаңызда болмаса, онда вид менюна барып, осы жерде линейка деген бөлікке белгіше қою керек. Мысалы, қазір алып тастайтын болсам, біздің құралымыз жоқ болды. Қоятын болсақ, қайтадан пайда болады. Осы жерде дәл бастапқы абзац менюіндегідей белгілі бір абзацты реттеуге болады. Осы сызғышта біз 3 түрлі өзгерту мүмкіндігін көріп тұрмыз. Біріншісін қозғайтын болсақ, біз алғашқы жолда отступ жасау, яғни ішке қарай кіріп тұруын ретте аламыз. Немесе сыртқа қарай шығара аламыз. Ал астыңғы дәл сондай құралды қозғайтын болсақ, біз
бірінші жолдан басқа барлық жолдарды қозғалта аламыз. Мысалы, оңға солға қозғалтатын болсақ, міне, біздің бірінші жолымыз ғана тұр, қалған барлық жолдар қозғалып жатыр. Үшінші абзацта осы әрекет анығырақ көрінеді деп ойлаймын. Міне, біз бірінші жолды қозғап жатырмыз, үстіңгісімен. Астыңғысы арқылы біз бірінші жолдан басқа жолдарды қозғап жатырмыз. Ал егер ең астындағы мына тік бұрышты кішкентай белгішені қозғайтын болсақ, онда біз бүкіл абзацты қозғай аламыз. Дәл солай біздің оң жағымызда да сызғыш бар. Сол сызғыштағы белгіні қозғалту арқылы біз оң жағынан да шегіністерді реттей аламыз. Яғни, осы сызғыштағы мына белгілер абзац менюіндегі мына шегіністер мен бірінші жолдың шегіністерін реттегендей қызмет атқарады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.